Сындар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 88-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Балалар 17-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңдерді оқы. Құс сұлуы аққумын, табиғат көркін сыйлаған, мылтығын кезеп еш мерген, атуға көзі қимаған. Мен торғаймын, суықта да тоңбаймын, құрт құмырсқа шіркейден бау-бақшаны қорғаймын. Бұл жерде аққумын, торғаймын сөздері қарамен жазылған. Түбірі аққу зат есім болып тұр. Торғай, мың деген бұл жекеше түрдегі зат есімнің бірінші жағында айтылып тұр. Бұл сөздер сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарып тұр. 18-ші жаттығуға қараймыз. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен оқушымын, сен оқушысың, ол оқушы. Бір-біріне түсіндіре отырып сөйлем мүшесіне талдаңдар. Не байқадың? Баяндауыш қай сөз табынан болып тұр. Мен, яғни астын бір сызықпен сызамыз, оқушымын, екі сызықпен сызамыз. Баяндауыш, бірақ баяндауыш бұл жерде зат есімнен болып тұр. Сен бір сызықпен, оқушысың, екі сызықпен. Ол бір сызықпен, оқушы, екі сызықпен. Яғни бұл жердегі зат есім сөздері баяндауыш болып тұр. Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда, оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғау жалғанады. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты жекеше және көпше түрде жалғанады. Бірінші жақ бын, бін, мын, мін, пын, пін. Көпше түрінде біз, біз, мыз, міз, пыз, піз. Және екінші жақта сың, сың, сыңдар, сіңдер. Көпше түрде жіктік жалғаулары жалғанады. 19-ші жаттығуға қараймыз. Сөйлемді көшіріп жаз. Мен экологпын, сен бишілер тобының мүшесісің. Олар табиғатты қорғаушылар. Сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Сөйлем мүшелеріне талда және баяндауыштар қай сөз табынан болып тұр дейді. Мен кім? Бұл жерде бастауыш болып тұр. Экологпын. Яғни балалар сөйлем мүшелеріне талдап астыларын сызамыз. Экологпын, екі сызықпен. Сен кім? Бишілер тобының, ненің? Анықтауыш болып тұр. Мүшесісің. Баяндауыш болып тұр. Олар кімдер? Табиғатты, нені? Толықтауыш, қорғаушылар. Бір сызықпен, екі сызықпен, толықтауышты сызықша және анықтауышты ирек сызықпен сызып астыларын сөйлем мүшелеріне талдап қоямыз. Сіздер кімдер? Атақты анықтауыш, кәсіпкерсіздер. Бұл жерде баяндауыш болып тұр. Мына бұл жердегі зат есімдер баяндауыштан болып тұр. Яғни баяндауыштар зат есімнен болып тұр. Кәсіпкер, қорғаушы, эколог деген сөздер, яғни баяндауыш сөздер зат есімнен болып тұр. Баяндауыштардың астын екі сызықпен сызамыз. 20-ші жаттығуға қараймыз. Зат есімдерді тиісті жалғаулармен сәйкестендіріп жазыңдар дейді. Ақын біз, студент біз, аспаз бын, әншісің дер, күйші міз, ұста сың, баласыңдар. Міне осылай зат есімдерге тиісті жалғауларды қойып, сәйкестендіріп, көшіріп жазамыз. 21-ші жаттығуға қараймыз. Берілген сөздерді жекеше және көпше түрде жіктеп жаз дейді. Бізге жұмысшы және іні сөз берілген. Осыларды жекеше және көпше түрде жіктеп көрейік. Мен жұмысшымын, сен жұмысшысың, сен жұмысшысың, ол жұмысшы. Көпше түрде біз жұмысшымыз, сендер жұмысшысыңдар,
олар жұмысшылар. Іні, мен інімін, сен інісің, ол іні. Көпше түрде біз ініміз, сендер інісіңдер, олар інілер. Мына осылай 21-ші жаттығуда жекеше және көпше түрде сөздерді жіктеп жазайық. Олар 22-ші жаттығуға қарап жұмбақты оқып шешуін тауып көрейік. Төбесінде айдары, мінезі де жайдары, көрсе ұнатар сан кісі, құс біткеннің сәндісі, күн бағысқа ұқсайтын бұл қай құс? Балалар, сендер де жұмбақтың жауабын дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Бұл қандай құс? Бұл тауық. Яғни жұмбақтың шешуіндегі құс туралы дерексөзден ақпарат жина дейді. Тауық бұл құстардың ішіндегі ең әдемі құс. Ол құрғау тұқымдасына жатады. Ол жәндіктермен, тұқымдармен, өсімдіктермен қоректенеді. Оның құйрығы қысқа 40-50 сантиметр болады, ал қауырсыны 2 метрге дейін жетеді. Бұлар жаңбыр жауар алдында ерекше дыбыстайды. Олар өте сақ құс. Осы құстың атауын, яғни тауық жекеше және көпше түрде жіктеп айтып көрейік. Мен тауықпын, сен тауықсың, сіз тауықсыз, ол тауық. Көпше түрде біз тауықпыз, сендер тауықсыңдар, сіздер тауықсыздар, олар тауықтар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет.